Бәріне сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін біз сізге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталған болса, тәркелеу үшін құжаттарды жинау туралы сөйлесетін боламыз. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Құжаттарды жинау кезінде клиентке компьютерде құжаттаманың егжей-тегжейлі атауы бар, құжаттардың толық тізімінің теріп, оны флешкаға жүктеуге кеңес беремін. Осылайша өзі немесе қызметкері және адвокаты құжаттаманы беру кезінде уақытты үнемдейді. Тергеуші жай ғана флешкадағы ақпаратты жүктеп, өзінің деректемелерін жазып, хаттаманы басып шығарып керек болады. Компания қызметкері тергеушінің қолы қойылған осы хаттамасының көшірмесін алуы құқылы. Мәселен, қылмыстық процессуалдық кодекстің 256 бабы 2-4 бөліктеріне сәйкес алынған барлық заттардың жеке ерекшеліктерін нақты көрсете отырып, хаттамада көрсетілу тиіс алу хаттамасының көшірмесі олар жүргізілген адамға қолхатпен беріледі. Егер тәркілеу ұйымдау жүргізілсе, онда хаттаманың көшірмені оның өкілдеріне қолхат арқылы тапсырылады. Сонымен қатар, тәркілеу жұмыстары кезінде фото немесе видеоны тіркеу керек екенін ескеріңіз. Мұның бәрі салықтық тексеру жағдайында инспекторға осы хаттаманы ұсыну үшін қажет. Ол өзі кезегінде осы хаттаманы немесе алынған құжаттарды өз бетінше сұрай алады. Осымен тәркелеу үшін құжаттарды жинау тақырыбы аяқталады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бейнероликке немесе бизнесті қорғауға қатысты сұрақтарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыз, жауап беруге тырысамын. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.